Ал енді негізі рушылдық бұл бөлінушілік, жекшілдік деп түсіндіруге болады халыққа. Бұл біздің халықтың тарихи дамуының ерекшеліктерімен байланысты, тектестік құрамының әртүрлі болғанына байланысты туған жағдай болып есептеледі, тарихи жағынан алып қарағанда. Ал енді руға бөлу әрине ата тегін жұрт білу керек. Дәл рудың сен қай руға жатасың дегенге. Ол рас, оны жет атасын білмеген жетесіз, түп атасын білмеген тексіз деген бар. Соған кетіп қалады. Сондықтан осы жағынан алып қарағанда жаңағы кім қай рудан екенін білгені, оның меніңше оған айып қоятын нәрсе жоқ, бірақ сол руды қазбалап, руға байланысты жаңа қатынас орнату, басқалармен, көршілерменен сол жағына абай болу керек сияқты қазіргі жағдайда әсіресе. Ал енді мен сіздің айтып отқан әңгімеңізге толығынан қосыламын. Өйткені соңғы кезде осы жағы дендеп баратқан сияқты біздің халықтың арасында. Мен анада бір сөйлеген сөзімде де айтқан едім. Мынау әрбір рудың өзінің батыры, өзінің биі, байы пайда болды қазір. Жергілікті жерде мерейтой өткізу көбейіп бара жатыр. Мынау әлгі шежіре шығару кеңінен дамып бара жатыр. Әр ру өз шежіресін. Ол тура келе ма тарихқа, тура келмей ма, қисыны бар ма, жоқ па, осы жағы қазір бізде дендеп бара жатыр. Ал енді бұл жағы дендеп арман қарай дами беретін болса, бұл жақсылық қалып бармайды. Ал сондықтан да бұған қарсы тұрар басқа бір біздің өзіміздің қасиеттеріміз бар. Ол мынау жалпы қазақтық қасиеттерді дамытуға біз тырысуымыз керек. Әйтпесе кіші жүздің биі Айтеке, орта жүздікі Қазыбек, ұлы жүздікі Төле би болып, осының дөңірегінде кете беретін болсақ, бұл түбінде жақсылық қалып бармайды. Сондықтан да мен сіздің айтып отырған нәрсе жаңағы мәселелеріңізге толығынан қосылам. Ал енді қазіргі жағдайда біз өзіміз ұлттық мемлекет құрып жатқан жағдайда бұл аурудан құтылмаса, бұл жақсылыққа апарып бармайды.